Саламатсыздар ма, 4-ші сынып оқушылары? Бүгінгі біздің сабағымыз әдебиеттік оқу. Тарау аты ғарышқа саяхат. Сабағымыздың тақырыбы ғарышқа сапар. Сабағымыздың мақсаты: шығарманы қайта құруға, интерпретациялауға және бағалауға негізделген сұрақтар қою, сұрақтарға жауап беру. Ойлан айдары. Суретті пайдаланып, ұйқас сөздерді табыңдар. Үлгі, мысалға тарақ, парақ. Әрмен қарай жауап беруге дайындал. Оқушылар, ең алғаш ғарышқа ұшқан тұңғыш ғарышкерді білесіздер ме? Ол жайлы естулеріңіз бар ма? Олай болса, ғарышқа ұшқан тұңғыш ғарышкермен танысайық. Ең алғаш тұңғыш ғарышқа ұшқан Юрий Алексеевич Гагарин. 1934 жылы дүниеге келіп, 1968 жылы дүниеден озған. 1961 жылы 12 сәуірде Байқоңыр ғарыш айлағына ғарышқа ұшқан тұңғыш ғарышкер. Ол жерді айналып ұшып 1 сағат 48 минуттан кейін жерге қайтып оралды. Қазір көп оқу орны, көше, алаңдар Юрий Гагариннің есімімен аталады. 81-ші сабақ, тақырыбы ғарышқа сапар. Тұңғыш ғарышкердің өмірбаяны туралы деректерді тыңда. Юрий Алексеевич Гагарин 1960 жылы ғарышкерлер қатарына алынды. 1961 жылдан ғарышкерлер отрядының командирі болды. 1961 жылы 12 сәуірде тарихта тұңғыш рет Восток ғарыш кемесімен Байқоңыр ғарыш алаңынан ғарышқа ұшты. Бұдан кейін ол ұшқыш ғарышкер ретінде өзінің ұшу шеберлігін жетілдіріп, ғарышкерлерді үйретіп жаттықтыру ісіне тікелей араласты. Ғарыш кемелерінің ұшуын басқаруға қатынасып отырды. 1968 жылы әскери әуе инженерлік академиясын бітірді. 1964-68 жылдары ғарышкерлерді даярлау орталығы бастығының орынбасары болды. Ол бірнеше елдерде болып қайтты. Юрий Гагарин ұшақпен жаттығу кезінде Владимир облысы, Киржак ауданы, Новоселово селосының маңында қаза тапты. Мәскеудің Қызыл алаңындағы Кремль қабырғасына жерленді. Оқушылар, сендер білесіңдер ме? Ең алғаш ғарышқа зерттеу жүргізу мақсатында иттерді ұшырған. Ендеше, осы мәлімет бойынша Юрий Алексеевич Гагариннің туындысынан ықшамдалып алынған «Аман, қайтып кел, звездочка» мәтінін түсініп оқиық. Мәтінді оқып болғаннан кейін тапсырмаларын орындаймыз. Ғарышқа сапар мәтінінің жанрын ребус арқылы анықта. Мына ребусты шешуге дайындал. Есіңде сақта. Естелік, күнделік, жол жазбаға ұқсайтын әдеби шығарма. Юрий Алексеевич Гагариннің туындысы естелікке жатады. Оқушылар, сіздерге тапсырма. Ғалымдар не үшін ғарышқа итті ұшырды? Сұрағына жауап беруге
дайындаламыз. Және де мәтін мазмұны бойынша суретін саламыз. Мәтінді мазмұнын айтуға дайындаламыз. Сұраққа жауап бер. Ғарышайлақта қай мамандар жұмыс істейді? Ғарыш кеменің ұшу сәтіндегі сипатын тауып оқып бер. Юрий Гагариннің көңіл күйі қалай өзгереді? Сабақты қорытындылау мақсатында осы сұраққа жауап беруге дайындал. Назарларыңызға рахмет.